Сәлем қыздар, менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып және де құрбыларыңызға, туысқандарыңызға жіберсеңіздер, келесі видео шығуына шабыт бересіздер. Ал ендеше ұйғыр самсасына не қажет? Соған кірісейік. Ең әуелі тұз, терка, щедрое лето майя 60%, немесе кез келген басқа 60% майда бола береді. Сметана, су, комнаталық температурадағы бір жұмыртқа және де ситадан өткізілген ұн қажет. Және керемет көңіл-күй. Ал ендеше бастайық. Весімен өлшейміз. Ұнды бірінші қосып алдым. Енді оған майды қосамыз. Грамдарын видеоның астында сіздерге жазып қоямын. Осыны енді теркадан жақсылап өткіземіз. Мен үйде жасап жатқандықтан қыздар перчатка ондай кимеймін. Қамырмен жұмыс жасау барысында перчатка өте қиын, сондықтан кимеймін. Теркадан үлкенінен өткіземіз майдың барлығын. Теркадан өткізіп болған соң майды осылай крошка етіп барлығын біріктіреміз. Арасында іртік-іртіктер қалып қалмауы қажет. Міндетті түрде полный кетіресіздер осылай. Крошка етіп өткізіп алған соң сметананы қосамыз. Грамм өлшеуішке қайттан қостым. Сметананы қосамыз. Одан кейін жұмыртқа біреу. Одан кейін комнаталық температурадағы суды қосамыз. Одан кейін тұз. Тұз ішінде фаршқа да қосамыз, сондықтан тестаға қатты көбірек қосып жүрмеңіздер. Все. Дәл осыны енді қамыр етіп біріктіреміз. Қамыр етіп жасаған кезде осылай жұмсақ болып шығады, қыздар. Енді осыны мен морозильникке бір сағатқа салам. Содан кейін шығарып, май жағатын боламын. Кейін қайттан салатын боламын. Қазір морозильникке бір сағатқа кетеді. Морозильниктен тестамызды алдық. Енді осыны екіге бөліп жаямыз. Домалақ кластырма, 4-5 кластырма өздеріңіз білесіздер. Себебі бәрібір біз оны май қосып орайтын боламыз. Екеуінде қазір жайып, ортасына май жағып, қайттан морозильникке бір сағатқа саламыз. Ұнды төсеп, жұқа етіп жайып шығамыз. Қисық-қисық болса, еш нәрсе етпейді. Қазір бәрібір орап, морозильникке тағы саламыз. Қамырды қисық-қисық етіп жайып шықтым. Ол маңызды емес, главное, бұл тестамен біздің ұйғыр самсамыз жақсы шығады. Майды осылай жағып шығамын. Екеуіне де ертіп аласыздар. Жаңағы щедрое летоны немесе закромантты ертсеңіздер болады. Одан кейін қазір ораймын. Ұйғыр самсасының бір фишкасы қытырлап жұмсақ болып шығудың. Осылай май жағып болған соң ұнды себеміз. Ұн септім, енді ораймын. Қыздар тек қана өздеріңіз ғана көріп отырмай, құрбыларыңызға, әпкелеріңізге де осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Яғни неғұрлым просмотр көп болған сайын сіздерге күшті қазір хит болып жатқан видеолар шыға береді. Ал ендеше тығыз етіп орап жатырмын. Тығыз етіп орап шықтым. Олайынан барлығын біріктіріп екеу болып шықты. Бір сағатқа кетті. Оған дейін начинкасын, яғни фаршты жасайтын боламыз. Енді самсаның начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер фарш қажет. Өздеріңіз ұнататын, яғни қой немесе сиырдікі. Одан кейін бұған тұз бұрыш қосамыз. Тұз бен бұрышты қосамыз. Және де пияз көбейтіп турайсыздар. Осыны жақсылап біріктіреміз. Тұзы аз болса, тағы тұз қосамыз. Тестаны 40 граммнан бөліп шықтым. Ал фаршты 30 граммнан бөліп, осылай домалатып шығамын. Не үшін бұлай істеп жатырмын? Себебі бір самсаларымыз дәу, бір самсаларымыз кішкентай шықпай, барлығы бір келкі шығады. Сол үшін осылай жасап жатырмын. 30-да 40. Фаршты 30 грамм, тестамызды 40 граммға бөліп шығып жатырмын. Қамырымызды алып,
Енді домалға жайып, самсамызды түйіп бастаймыз. Фаршымызды қосып, кішкене басын құраймыз. Және де осы екеуін біріктіреміз. Тез жұмыс жасамасақ, қамырымыз әйтпесе жабыспай қалады. Қазіргінің өзіне фарш ұстаған соң қолым кішкене майлы болып тұр. Жақсылап біріктіресіздер. Енді қамырымызды осылай бір саусақпен екі алып, жоғары қарай көтеріп жүремін. Түйу енді өздеріңізге байланысты. Екі саусақты алып, мына жерге қарай кішкене бүйтіп түйіп жүремін. Кішкене бұлай майыстырып, енді бетіне жұмыртқаның өзін ағы мен сарысын бұлай жақсылап жағып шығамын. Бетіне жұмыртқа жағып болған соң, әсемдік ретінде күнжіт седананы сүйіп шықсаңыздар болады. 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламын. Барлығына күнжіт седаны. Қоспайым десеңіздер, қоспасаңыздар да болады. Біздің ұйғыр самсамыз дайын. Қытырлап қараңыздар тестасын. Бұлайынан ұстағанның өзінде жұмсақ дайын болды. Фаршы барлығы піскен. 30 минуттай духовкада тұрды. Жұмсақ, слоеный қытырлақ болып шықты. Дәл осы ұйғыр самсасының рецептісін міндетті түрде жасаңыздар. Және тек қана өздеріңіз ғана жасап қоймай, құрбыларыңызға, достарыңызға, туысқандарыңызға WhatsApp желісіне переслать етіп жіберсеңіздер болады. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызды осындай дәмділермен қуантып жүре беріңіздер.